Сәлем достар, қалдарың қалай? Адамдар жануарлармен, жануарлар табиғатпен, ал табиғат өзара қалай байланыс құрады? Қызық және ойлануды талап ететін сұрақ. Иә, сендердің дәл қазірдің өзінде байланысты отырғандарыңды білесіңдер ме? Біз әрқашанда байланыстамыз, алайда оның не екенін дұрыс түсінбеуіміз мүмкін. Ендеше бүгінгі бағдарламада байланыс туралы не білетіндеріңді тексеріп көрейік. Олай болса экранға жақынырақ жайғас. Достар, байланыс, қарым-қатынас дегеніміздің не екенін білесіңдер ме? Байланыс сезім, ой, тілекті және білетіндерімізді басқа біреуге жеткізу деген сөз. Қарым-қатынас құру арқылы туғаннан бойда бар екенін білуге болады. Оны дамытып жетілдіре аламыз. Өмір сүру үстінде басқа біреуді түсіну, өз ойымызды жеткізу үшін қашанда байланыс орнатамыз. Мысал ретінде, мысықты шақырғаныңның өзі де байланыс болып табылады. Технологияның дамуымен байланыс құру мүмкіндігі барынша артты. Телефон, теледидар, радио, интернет, журнал тәрізді байланыс құралдарының жетілуі ауылдағы туысының дауысын естіп, мол мәліметке оп-оңай қол жеткізуге жағдай жасады. Байланыстың түрі өте көп. Ауызша, жазбаша, суретпен, ыммен және дене қимылы арқылы көп нәрсені түсіндіруге болады. Баяғыда түтін арқылы хабар алысқан адамдар секілді де байланысуға болады. Бүгінгі бала тілі бал айдарының қонағы өзінің достарымен қалай байланысады екен? Әріптесім Сағыннан білейік. Сәлем менің достарым. Бүгін бала тілі бал айдары мен Өмірбайұлы Сағын және де Әбдіраш Лейла. Сәлем Лейла. Сәлем. Лейла, біздің студиямызға қош келдің. Көңіл күйің қандай қазіргі? Көңіл күйім жақсы. Жалпы саған қазір болып жатқан онлайн сабақ қиын емес па? Онлайн сабақ бір жағынан қиын, бірақ бір жағынан оңай. Жалпы офлайн оқыдыңдар ма сендер? Осы карантин басталғалы бері. Карантин басталған кезде 1.90 онлайн оқыдық, кейін 2.90 мен 3.90-да офлайн оқып жатырмық. Жалпы мектепте қандай өзгерістер бар? Достарым қатты сағындың ба сол онлайн кезде? Я достарымды қатты сағындым, сыныптастарымды, бірақ біз екіге бөлініп оқып жатырмыз. Сыныпта 30 оқушы болса, 15 оқушы таңғы ауысымда, ал 15 оқушы екінші ауысымда. Жалпы қандай мектепте оқысың? Нөмірі 103 жалпы орта білім беретін мектебінде оқимын. Керемет. Сен жалпы қандай пәндерді қатты жақсы көресің? Математика, сосын ағылшын тілін және әдебиет. Өте қиын пәндер. Мысалы, мен де математиканы жақсы көремін, және де қазақ әдебиетін жақсы көремін. Жалпы сол сен өзің айтқан пәндерден қандай үлгерімде оқисың? 5 па, 4 па? Ешқашан 4 алмаған, мен тек 5-ге оқимын. Тек 5-ге. Керемет, бәрі келді. Жалпы аты жаман аурудан қорғану үшін не істеу керек деп ойлайсың? Енді аурудан қорғану үшін біріншіден маска тағып жүру керек, тазалық болу керек, ең бастысы, және де антисептик сеуіп жүрсек, керемет, қорғанамыз деп ойлаймын. Жалпы өскенде кім болғың келеді? Жалпы өскен кезде енді өзімнің мамандығым бойынша опера әншісі болғым келеді. Және әкем сияқты мықты журналист болғым келеді. Тағы бір жағынан актрисада болғым келеді. Актрисада болғым келеді. Керемет, армандарыңа жете бер. Сенің кереметте армандарың бар екен. Жалпы бізге монолог оқып бере аласың ба? Монолог. Немесе өлең, немесе монолог. Монолог оқып бере аламын. Біздің студиямызға қандай кәдесің бар? Сен тыңдап отырмыз болады. Айта бер. Жетім қыздың монологы. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, ол сенсің. Білесің бе, мама, үнемі терезе алдына орындығында келемін де, сені күтіп отырам. Мам, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде жүзі жылы елдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам екен деп, артынан ере бергенімде
сұлба ғайып болады. Кейін мен оның жай ғана түс екенін біліп, кейде жылап талам. Мам, білесің бе, кеше мен тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет жүзі жылы әйелдің сұлбасын көрген кезде, оны өзімнің анам екен деп, мен алып кетуге келді ғой деп, менің осында отырғанды қаламады ғой деп, мама, мен ұдам, мама деп айғайлай бергенімде, терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қоймасыншы деп тез жинай бергенімде, тәрбиеші апай келді де ұра жөнелді. Апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніме қарамастан ұра берді. Білесің бе, ама, сол апайдың маған не дегені? Ей, жетімек, сен әке шешеңе керек болмағанда, маған қайдан ғана керексің, деді де ұра берді. Сол апайдың ұрғанынан мына жерім ауырып, көгеріп барады. Мам, мен мына жетімдер үйіне қатты қиналып кеттім. Өтініш, мен алып кетші. Адам емес, хайуанда өз баласын қорғаштайды емес пе? Мам, сен хайуан емес, адамсың. Мам, сен менің анамсың. Ей, Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегімнен жалып сұрайын. Менің анама титтей болсын, мейірім шуағын төкші. Сөйтсін де мені осы жерден алып кетсінші. Осы тілегімді қабыл алшы. Мам, мен сені сондай қатты сағындым. Қазір көптеген қыздар балалар жетімдер үйінде. Солардың күйін кешкендей болып айттың. Өте керемет, өте әсерлі болды. Жалпы сені қазір біздің камерамыздан, ар жағымызда апайларың, достарың, атанаң барлық көріп отыр. Енді айтшыларға бір сәлем жолда, бір тілек айт. Өзім біріншіден өзімнің әке шешемге рахмет айтқым келеді. Мені осылай өсірген үшін. Одан кейін өзім мектебімдегі апайларыма рахмет айтқым келеді. Мені сауатымды ашқан Клара апайыма рахмет айтқым келеді. Тағы музыка сабағынан беретін Нұргүл апайыма рахмет айтқым келеді. Тағы да қазіргі 5-ші сыныптағы жетекшім Әсер апайға рахмет айтқым келеді. Және де тағы да Айнаш апайға осылар барлығы жабылып мені тәрбиелеп өсіргендер үшін рахмет айтып, алғысымды білдіргім келеді. Және де осы өзім мектебімдегі барлық апайларға мені қолдау көрсеткендер үшін алғысымды білдіремін. Жаңа айтып жатсың, мен музыкадан берген апайым деп, біздің бір осы студиямызға бір ән айтып бере аласың ба? Қайдан болсын, Май туса, гүлдер шешек атса жазда, тоғайда бұлбұл гүлде аққу қазда, сайрасады жастарда нақ солардай, бақытқа бөленеміз сауық назға. Бақыт нұрға оранса жер аспан, біздің жырды бар жырға ұласқан, махаббатты жорлаймыз біз жастар, жастар, жастар. Керемет. Енді біз сұхбатымызды аяқтайық, достарымызбен бірге қоштасайық. 1, 2, 3. Сау болыңдар, достар. Достар, біле білсеңдер, телефон оп-оңай байланыс құру құралы. 1876 жылы Александр Грэйм Белл ойлап тапқан телефон хабарласу үшін өте көп жүгінетін байланыс құралы. Ал осы телефонмен тілдескенде не нәрсеге мән беру керек екенін білесің бе? Мұқият тыңдап, назар сал.
бірінші не айтатынымызды және не үшін қоңырау соққанымызды алдын ала ойша дайындап, сонан соң телефон соғу. Екінші, сөзді сәлеммен бастап өзімізді таныстыру. Үшінші, телефонды 3 реттен артық шалмау. Төртінші, түсінікті етіп сөйлеу. Бесінші, телефон тұтқасына қарап жөтелмеу, түшкірмеу. Алтыншы, шұғыл болмаса таңертең тым ерте немесе кеш құрылып өте кеш телефон соқпау. Жетінші, телефон шырылдағанда күтпей жылдамырақ тұтқаны көтеріп. Сегізінші, телефонның арғы жағындағы кім екенін сұрамай, бірінші өзімізді таныстыру. Тоғызыншы, сөйлескенде демей, иә түсіндім деген секілді сөзбен жауап беру. Оныншы, қарсы жақтың сөзін орынсыз бөлмеу. 11-ші, қателесіп басқа нөмірге түсіп кеткенде кешірім өтініп телефонды қою. 12-ші, сөз соңын жақсы тілек, жақсы сөзбен бітіру. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгінгі жаттығу түрлерін көрсететін мен Фердаус және менің достарым Мубина, Ханшайым, Сафия. Достар, жаттығуда бастауға дайынсыңдар ма? Ал ендеше кеттік достар. Бірінші жаттығымыз қолымызды белімізге қойып, басымызды оң және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз қолымызды алдыға созып, қолымызды жұмамыз және оң және солға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Достар, сендер күнап жатыр ма? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз оң қолымызды белімізге қойып, сол қолымызды оң және солға созамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз оң қолымызды сол аяққа, сол қолымызды оң аяққа тигіземіз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қолымызды бір-біріне қосып, қолымызды сол аяққа қойып, аяғымызды оң және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Достар, бұл жаттығу аяқтың буыны өте пайдалы. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ал достар, осымен біздің жаттығымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңдар достар. Достар, біз қалай байланыс құрамыз? Сөзіміз үндемегеніміз, қас қабағымыз, отырған қалпымыз байланыс құру үшін жасаған әрекетіміздің түрі. Шығарған даусымыз, салған суретіміз, айтқан сөзіміз, жазғанымыз бен жазу құралдарымыз байланыс құруға қажет. Байланыс құрудың жолы көп және байланысты қамтамасыз ететін құрал да аз емес. Байланыс құрғанда қоршаған ортамен болып жатқан жағдайға қарай бұл құрал түрлері де өзгереді. Ендеше байланыстың басқа да түрлері туралы әріптесім Мұхамеджан түсіндірсін. Сәлем достар, көңіл күйлерің қалай? Бүгін мен тіңдерде байланыс түрлері жайында айтатын боламын. Ендеше бізбен бірге бол. Ауызша байланыс, сөйлесіп отырған байланысымыз. Екі жақты тілдесу арқылы жүзбе-жүз немесе телефонмен сөйлескеніміз. Адам үнемі байланыс үстінде болады. Сол себепті қашанда өзіңізге лайық түрде байланыс құрғаныңыз жөн. Күнделікті өмірде басқа кісілермен байланысымыз негізінен ауызша жүреді. Мәселен, сәлемдескеніміз, дүкеннен нан алғанда айтқан сөзіміз ауызша байланыстың түрі. Жазбаша байланыс, жазу арқылы орын алған байланыс жазбаша байланыс болып саналады. Дәптер, хат, электронды пошта, журнал мен кітап бетіндегі жазулар таңбалар арқылы болатын байланыс.
Іс-әрекетпен байланыс дене қимылы, ишара, мимика мен түрлі әрекет арқылы құрылатын байланыс. Үнсіз немесе дене тілмен байланыс құру деп аталады. Жоқ деудің орнына басыңызды шайқағанымыз, жол полициясының оң қолын көтеріп тоқта деп белгі беруі іс-қимылмен байланысқа жатады. Міне достар, бүгінгі айтарым осы. Келесіде кездескенше сау болыңдар. Табиғаттағы бүкіл тіршілік иесінің өздеріне тән байланыс құру үлгілері бар. Жан-жануардың байланыс құрғаны біздікіне мүлдем ұқсамайды. Кейбірі иіспен, кейбіреулері түрлі дауыс шығарып, енді кейбірі түрлі қимыл жасап байланыс құрады. Иттер өз араларында әртүрлі жолмен байланыс құрады. Кейде ырылдап, үріп, ал кейде құйрығын, мойнын бұлғаңдатады. Екі ит кездескенде құлақтарын тіге қарайтын байқаған шығарсыздар. Сол сәттен бастап араларында байланыс орнайды. Ал құрлықта тіршілік ететін ең алып сүтқоректі пілдер бір-бірімен байланысу үшін адамдар ести алмайтын дыбыс шығарады. Жерді теуіп бірнеше километр қашықтықтағы пілдерге хабар бере алады. Төмен жиіліктегі бұл дыбыс алыстағы пілге естіледі және түсінікті болады. Бірін-бірі көрмей-ақ байланыс құратыны қызық емес пе? Терезенің алдында сайрайтын құстар бір-біріне не айтады екен? Жұрттың бәріне ұнайтын құстың сайраған дауысы, олардың байланыс орнатқан түрі. Әріптесім Фирдаус бүгін тың деректе не айтпақ? Өзінен білейік. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін мен тың деректе телефон қалай жұмыс істейтіні жайлы айтатын боламын. Достарымызбен хабарласып, алыстағы туған туыспен байланысатын телефонның қалай жұмыс істейтініне талай бас қатырған шығарсың. Бүгін сол телефон жайында білгің келген көп сауалға жауап таба аласың. Телефон негізіне процессор, антенна, дауыс торайтқыш, микрофон, экран, батарейка және қорғаушы қақпақтан тұратын 5 бөліктен құралады. Телефонмен хабар алысу үшін бұдан бөлек бір сим-карта қажет. Сим-карта телефон соғуға және телефон нөмірлерін тіркеп қоюға қажет. Және телефонның базалық станциядан белгі алуын қамтамасыз етеді. Телефонның соққанда бізге көрінбейтін көп нәрселер орындалады. Телефонның соққан сәтте телефондағы микрофон даусымыздың механикалық энергияға айналдырып, телефонның процессорына бағыттайды. Процессор ұялы телефонның миы. Ол келген энергияны электронды сигналға айналдырып, антенна арқылы базалық станцияға жолдайды. Базалық станцияға бағыттаушы орталық кімге телефон соқсақ, сол кісіге жақын базалық станцияға сигналды жеткізеді. Біз телефон соққан кісіге базалық станциядан белгі жіберіледі. Телефон шырылдайды. Қоңырау барған кісі телефонды алады, көтереді. Бұл жолы алғышқа үдеріс қарама-қайшы үлгіде орын алады. Телефондағы антенна электронды белгілі процессорға жолдайды. Процессор ол белгіні механикалық энергияға айналдырып, дауыс ұлғайтқышқа жеткізеді. Дауыс ұлғайтқыштан телефон соққан адамның дауысы естіледі. Мұның бәрі ұзақ уақыт алатындай көрінгенмен, негізінде бірнеше микросекундта жүзеге асады. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сәлем достар, біз Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасындамыз. Биыл бұл кітапханаға 60 жыл. Мерейтой қарсаңына кішкентай оқырмандар үшін кітапхана және оңтүстік телеарнасы әжемнің ертегісі айдарын бастады. Ал қазір кітапханашы Ұлданай әжейдің ертегісін бірге тыңдайық. Қызықтың бәрі кітапханада. Саламатсыңдар ма, балапандарым? Бүгін мен сендерге айтып беретін ертегім бастан құлақ садаға ертегісін айтып беремін. Алдар көсе аталарың туралы, балапандарым. Алдар көсе өмір сүріпті. Бір күні бала шағасына азық керек болғандықтан арық сиырын базарға алып барыпты. Барса, базарда үлкен семіз малдар өтеді. Алдар көсенің сиырын ешкім сұралмайды. Сол кезде Алдар көсе базар тарқап қалған кез екен. Бір шал келіп, балам, мына сиырыңды шапанға ауыстырасың ба дейді. Сол кезде ойланып тұрып,
шапан балдарым жамылар, жылынып жатар деп, сиырын шапанға ауыстырып алады. Сомен қолтығына шапанды қысып алып, алдар аталарың базарды аралап жүрсе, бір әдеме, бір үлкен кісі бас киім сатып тұр екен. Соның қасына барып, алдар көсе неше түрлі айлакерлікті айтып тұрып, жаңа шапанды ауыстырып алады қалпаққа. Сөйтіп, еліне жол тартады. Сол кезде күннің сонша ыстығынан алдар көсе бір өзенге келіп, сол өзеннен жатып су ішіп атқан кезінде жаңағы тұмағы түсіп кетеді басындағы. Сол кезде алдар көсе аталарың айтады: ой, бас киім, саған өзім шөлдедім бе десем, сен де шөлдеген екесің ғой. Сенің шөлің қанғаннан кейін елге барарсың деп, о да шөлін қандырып жол жүріп келе жатса, алдынан бір 3 түйе артқан жолаушы шығады. Сол кезде қапа болып келетқан алдар көсе айтады: алдар көсе, сізді ассалаумағалейкум деп танып қайдан келе жатсыз дегенде, сиырын алып келіп шапанға ауыстырып, одан жаңағы қалпаққа ауыстырып, ол қалпақты суға ағызып келе жатқанын айтады. Сол кезде жаңағы жолаушы айтады: онда сіздің әйеліңіз ұрсатын болыпты ғой, балаларыңызға киім, тамақ қыламыз деген нәрсені сіз бәрін жоқып келе жатыр екесіз ғой дейді. Сол кезде алдар көсе айтады: менің әйелім ақ ішкен ана, ол маған еш уақытта маған артық сөйлемейді дейді. Сонымен жолаушы екеуі жолда келе жатып, екеуі серттеседі: барып мен тыңдап көрейін, сіздің әйеліңіздің не деп айтатынын. Сізге солай қарсы алатын болса, мына 3 түйедегі жүгімді, тамағымды бәрін мен сізге беріп кетемін дейді. Сол кезде жаңағы еліне жетеді алдар көсе, келіп, ол алдар көсе киіз үйде тұрады екен. Бай тыңдап тұрады жаңа жолаушы. Бұл не деп айтар екен әйеліне деп. Ассалаумағалейкум деп алдар көсе үйіне кіріп, амансыз ба, қалай жақсы келдіңіз ба деп сұрайды әйеліне. Сол кезде әйеліне болған жағдайдың бәрін кемпіріне түсіндіреді. Мал сонша көптігінен базарда өңкей семіз мал сатып, бір шалға шапанға ауыстырдым. Оны ауыстырып келіп жүрсем, бас киім тұр екен, жаңа соған ауыстырдым. Сол кезде келе жатып шөлдеп суға оны түсіріп алдым дейді. Сол кезде әйел айтады: сіз аман болсаңыз, бастан құлақ садаға, балдарым да аш қалмайды, мен де аш қалмаймын, сіз аман болыңыз дейді. Соны тыңдап тұрған жаңағы жолаушы бірге келе жатқан: ой, мына кісі нағыз ананы тапқан екен ғой, адал деп жүгіріп кіріп айтқан екен алдар көсеге: енді уәде, мына сіздің айтқан нағыз ақ сүт ішкен ана екен деп, 3 түйе, бір түйесінде тамағы, бір түйесінде киім кешегі, бір түйеге артылған ыдыс аяқ болған екен. Соның бәрін беріп, алдар көсе айлакерлікпенен жаңағы жолда келетқан жолаушының бар затын алып, бала шағасымен мұрат мақсатына жеткен екен балапандарым. Енді менің айтып отқан ертегім бастан құлақ садаға ертегісі балаларым. Сендерге ұнады ма? Енді олай болса, бұл ертегіні аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар балаларым, балапандарым. Міне достар, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі ұсынылған тың ақпарлар мен деректер сендерге ұнады деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау болыңдар.